Баршаңызға сәлем, сіздермен Луиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ешқандай жұмыртқа қоспай-ақ сап-сары қамыр илеуді және бір жайғанда екі қамырды қойып жаюдың жолын көрсетемін. Және де бұл қамырды бешбармаққа және одан басқа мантыге де қолдансаңыздар болады. Және осы қамырларды жайып морозилкада сақтай аласыздар. Ол үшін бір кесе суымызға бір шай қасық тұз қосамыз, одан соң бір шай қасықтай күркума қосып, суымызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлек бір ыдысымызға 500 грамм ұнды алып, суымызды аз-аздан қосып, қамыр илеп аламыз. Қамырымызды орташа қаттылау етіп илейміз, сонда қамырымыз суға салған кезде езіліп кетпейтін болады. Қамырымыздың июін жақсылап қандырып, 10-15 минутқа бетін жауып тындырып қойып қоямыз. Тынған қамырымызды қайтадан алып, бір-екі рет осылай қатты-қатты қолымызбенен басып, июін қандырып, тағы да 10-15 минутке қалдырамыз. Сонда 2-3 қайтара осылай қамырдың июін қандырып алсаңыздар, қамырларыңыз тегіс болып және біркелкі болып жайылады. Тындырылған қамырымызды алып, енді екі бөлікке бөліп аламыз да, теңде екі бөлікке бөліп алғаннан соң қолымызбенен домалақ етіп, үстіп басып шығамыз. Одан кейін екі қамырымыздың арасына ұнды жақсылап сеуіп, көбірек етіп себіңіздер ұнды, сонда екі қамырымыз жабысып қалмайды. Және де оқтаудың көмегіменен жақсылап екеуін жайып аламыз. Бірінші саусақтың көмегіменен бетін тегістеп алғандан соң, енді оқтаудың көмегімен де осылай бетін тегістеп, біркелкі етіп жайып шығамыз. Арасы жабысып қалмау үшін арасына ұн сеуіп отырамыз. Осылай қамырымызды дөңгелетіп, айлантырып жайып шығамыз, және де қамырдың екі шетіне ғана күш түсіріп жаямыз, ортасына күшті түсірмейміз, тек екі шетін ғана басып, оқтауды айлантырып жайып шығамыз. Екі қамырды бірден қойып жаю қиын болатын болса, әрқайсысын бөлек-бөлек біреулеп алып, бір-екі рет айлантырып жайсаңыздар болады, және бір тегіс болып жайылады. Енді қамырымызды шетке алып, столымыздың үстіне пищевая пленкамызды төсеп аламыз да, үстіне қамырымызды жаямыз. Сосын пищевая пленкамызды осылай қайырып аламыз. Пищевая пленкамыздың шетін ғана қайырып, бір шамамен 10-15 сантиметрде етіп қайырып аламыз да, енді осы қайырылған пищевая пленкамызды қамырды орай бастаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп орап аламыз, және де қамыр қысылып қалмауы керек. Қамырымыз бір-біріне жабысып қалмайтындай етіп, осылай тиянақты етіп, әдемілеп орап шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды орап шығамыз да, және шетін де конверт сияқты етіп орап аламыз, төртбұрыш етіп аламыз, және осы қамырымызды морозилкаға қойып қатырсақ та болады, кез келген уақытта алып қолдана беруге болады. Бешбармақтың қамырын осындай уақыттарыңыз болған кезде үйде дайындап қойсаңыздар болады. Қолданар алдында 20 минут бұрын морозилкадан шығарып қойсаңыздар болады. Сіздермен болған Луиза, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк, комментарий жазып қалдырыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.